Облыстың Қазақсазды драма театрында түрлі салада қызмет етіп жүргені жандар жиналды. Конституция күні қарсаңында өңір басшысы Айдарбек Сапаров аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына қомақты үлес қосып, қоғамдық өмірге белсенді араласқан азаматтарды мерекемен құттықтады. Атаулы датада облыс әкімі солтүстік қазақстандықтарды адал еңбегімен жеткен жетістіктері үшін марапаттады. Біз ерте заманнан ата заңына бағына білген, құрметке білген елдің ұрпағымыз. Бүкіл жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналған ата заңымыз тәуелсіздігіміз бен тұтастығымыздың, тыныштығымыз бен бейбіт өміріміздің тұғырына айналды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ата заңымыз еліміздің бүкіл құқықтық жүйесінің тірегі деп айтқан болатын. Болашақта да Конституциямыз мемлекетіміздің саяси, экономикалық және құқықтық тұрғыдан табысты дамуының айнымас кепілі боларына сенімдемін. Марапатталғандардың арасында мемлекеттік қызметшілермен қатар көп балалы батыр аналар да бар. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Шалақын ауданының тұрғыны Мария Федореева алтын алқа медалімен марапатталды. Жанұя 7 баланы өмірге әкеліп тәрбиелеп отыр. Семья большая, но мы справляемся. Мен өзім үлкен отбасынан шыққанмын. Ата-анамның да 7 баласы бар. Әрине, бізде үлкен отбасы болатынын білдім. Оның өзінде қиындықтары бар, бірақ мен бақыттымын. Бүгінгі күні алтын алқаға ие болғаныма қуаныштымын. Ауқымды шараға жергілікті өнерпаздардан бөлек Елорда мен Алматы қаласынан әртістер жиналып жырдан шашу шашты. Ал кештің қадірменді қонағы Қазақстан Республикасының халық артисі, құрмет, парасат және барыс ордендерінің егері Нұрғали Нүсіпжан атанды. Ел мәдениетінің дамуына зор үлес қосқан жан солтүстік аймақта соңғы рет 25 жыл бұрын болғанын айтады. Халықтың ардақты өнер иесін солтүстік қазақстандықтар жылы лебізбен қарсы алды. Менің әнімді күтіп отырған, менің орындауымда сол ұлтымыздың туы сияқты болған өнеріндегі сол әндерді тыңдағысы келеді. Бүгін мына Қызылжарға келіп, сол қасиетті Мағжан көкеміздің солардың іздері қалған жерде басып жүргеніме мен өзімді бақыттымын деп есептеймін. Елім жұртым аман болсын, соның болашағы үшін, бүгінгісі үшін әнімді шырқай берсем, мен өзімді бақытты сезінемін. Нұрғали Нүсіпжан өзінің аңызға айналған өз елім Сарыжайлау әндерін орындады. Облыс әкімінің атынан құрметті әртіске гүл шоғы табысталды. Салтанатты кеште барлығы 32 солтүстік қазақстандық төс белгі, медаль және грамоталармен марапатталды. Олардың барлығы солтүстік Қазақстан облысының дамуына үлкен үлес қосқан жандар. Дана Асылханқызы, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.